Петропавлда елордалық дәрігерлер қабылдау өткізді. Ұлттық ғылыми медициналық орталығынан өңірге 3 бірдей маман келді. Білікті кардиолог, кардиохирург және жүрекке эхокардиографиялық тексеріс жүргізетін маманға қаралу үшін бүгін біраз адам жиналды. Нұрсұлтандық ақ халаттылар тұрғындармен тілдесіп консультация берді. Негізі мамандар солтүстік өңірге медицинаның қарқынды дамып келе жатқандығын тілге тиек етті. Дегенмен жүрек қан тамырлары дертіне қатысты оталардың кейбіреуі бізде әлі жасалмайды. Сол себепті жағдайы ауыр деп бағаланған жандарға Нұр-Сұлтан қаласында ота жасатуға жолдама берілген. Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарына жоғары мамандандырылған медициналық көмек ретінде және күрделі операцияларға көмек ретінде келіп отырмыз. Осы келген уақытымызда 3 күннің ішінде 100-ден аса науқастарды қарадық. Соның ішінде біздің орталықтарға көмек ретінде науқастарды тағайындадық. Солтүстік Қазақстан облысына осы біздің орталықтың атынан бірінші рет келіп жатырмыз. Алдағы уақытта ойлаймын осы Солтүстік Қазақстан облысына келіп көмегімізді беріп отырамыз.